трейдингтен ақша табуды жалғастыратын боламыз. Так, $3013 шотымызда бар. Ал енді кірсейік. Так, AUD орташа валютная парасы бізде. Свечамыздың жабылғанын күтейік. И қандай стратегия шығады, соған байланысты сделка ашатын боламыз. Так, бізде почти уже ясно. Мынаяқтан өтіп денемен жабылып тұрмыз. И мына жақта тоже бізде ликвидность бар. Жоғары сделка ашу бұл жерде тиімді болушы еді, бірақ свеча бірден жоғары қарай ашылып, одан кейін барып төменге түскеннен кейін бұл уже понятно болды, что бізде развороттың қалыптасып жатқаны белгілі болды бізге. И соответственно енді күтеміз. Получается, бізде мына ликвидностьті мен ойымша уже шешіп қойған секілдіміз. Иә. И қазір бізде уже шартовая стратегия шықты. И ары қарай уже бізде құлайтын секілдіміз. 40 секунд күтейік, и уже барлығы ясно болады. Так. Арада қарай өскісі келіп тұрған сияқты бағаның. Бізге жай ғана күту ғана қалды. Асықпай, сабырлықпен. Қазір 10 секундта свечамыз жабылатын болады. И дальше уже сделка ашатын боламыз. Бізге жаңа свечаның ашылып, төменге қарай кеткені керек. Так, осы кезде $200 бір сделка жоғары қарай ашып жібергім келіп отыр. Бағаның свеча маған ұнамай тұрғаны, бағаның яғни жаңа свечаның ашылған кезінде сразу жоғары қарай кетіп ашылған маған ұнамай қалды. Возможно, мынау сделкамыз біздің минус болуы мүмкін. Но көреміз. Бізде как-никак біздің свинг стратегиямыз бойынша фактор бар, яғни ары қарай бағаның өсетіні жайлы. Бірақ енді қазір бізде енді жоғары қарай кетіп ашылғаннан кейін бізде мына жақтағы ликвидность шешілді деп есептеледі де, и бізде уже келесі цель мына жақтағы лоу болып есептеледі. Енді осы жерден разворот басталып кететін болса, онда енді амал жоқ, көнетін боламыз. Пока енді бізде свечамыздың жабылғанын күту керек, и ары қарай шешім қабылдайтын боламыз. Так, бізде астыңғы жақтағы свечамыздың лоуына қарай келді. Осы жерден өтіп жабылатын болса, значит все. Біздің шартовая стратегиямыз расталды деген сөз, и біз тағы да уже төменге қарай, енді қарама қарсы бағытқа қарай сделка ашатын боламыз. Цена баға өзі көрсетеді. Так, получается минус болып жабылды. Осы жерден екі сделка тагон ашып жібергім келіп отыр. Өздерің көріп тұрғандай бізге бағаның өзі көрсетті, что ары қарай астыққа қарай түскісі келмейтінін. Оның себеп бізде нарықтағы свечадан төменге қарай түспей жабылуы, яғни ликвидностьті шешіп жабылуы, ол бізде сигнал. Яғни бағаның жоғары қарай кеткісі келіп тұратынына. Получается, енді мен қазір бағаның жоғары қарай кететініне, то есть кетуін көргім келеді. Өзімнің көз алдында. Получается, енді көретін боламыз. Бізде 30 секундтай қалды. Дагон сделка ашылды. Алдыңғы сделка бізде минус. Астыңғы жақтан бізде бағаны жоғары қарай жіберіп жатқаны көрініп тұр. Вот. Рынок, получается, бізге көрсете алды. Яғни бізге сигнал бере алды. Стратегия жұмысын өзінің жақсы жалғастырып жатыр. И жүргізіп жатыр. Өте керемет. И өзіміздің прибылімізді алып, шотымызды $3181 дейін көтердік. Так, евро ГБП валютная парасында қызық ситуация шығып жатқан сияқты. Так, бізде мына свечамыздың жабылғаны көрейік. Былай қарасақ, байқасақ, бізде баға бірнеше уақыт бойы өсіп келе жатқан, бірнеше минуттар бойы өсіп келе жатыр. Егер нақты айтатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5 минут бойы өсіп келе жатыр в целом. Ал енді қазір біз 5 минутқа кіретін болсақ таймфреймге, бұл бізде бірақ свеча, көріп тұрғандарындай. И получается бізде бұл жердегі болып жатқан ситуация, бұл бізде ликвидностьтің негізі шешілуі, да? Егер де сендерге детально бір түсіндірме керек болатын әрине болса. Мына ликвидностьті бізде шешіп, мына конкретно осы жақтан бізде төменге қарай түсе алмай, разворот болып кетіп бара жатыр бізде. Ал енді қазір 1 минутқа кірейік. 1 минутта бізде енді коррекцияға қозғалыс жасалынғысы келіп тұрған секілді. Да. Получается, бізде мына максимумнан бізде өтіп жабыла алмады. Мына свеча бізде бірақ сондара жоғары қарай кетіп жабылды. И мына қайды бізде шешіп жатырмыз. Егер де разворот көргіміз келетін болса, бізде мына свечаның жабылғанын күту керек.
и дальше уже понятно болады. Давайте басқа параға кірейік. Евро рубль орташа валютная парасы бізде. Мына жақта ликвидность шешіліп жабылып тұр. Возможно, бізде жоғары сигнал шығуы мүмкін. И получается заодно бізде имбаланс толтырды. И баға жоғары қарай кетіп бара жатыр. Мына жақта бізде ликвидность бар. Бір сделка жоғары қарай ашқым келіп тұр. Көріп тұрғандарында бізде бірінші мына жақтағы қызыл свечада не болғанын түсіндіріп кетейін. Бізде жоғары жақтыкінде, астың жақтыкінде ликвидностьтарын, то есть жоғары жақтыкін шешкен ликвидностьтін, получается, и астың жақтыкін шешпеген. Получается, енді келесі шыққан бізде свечамыз астың жақтыкін шешті и жоғары қарай кетіп, жоғары жақтыкін де шешіп жабылды да, екі жақтыкін де бізде шешіп тұр да. Енді бұл жерде біз не істеу керектігін сендер білесіңдер. Біз енді неге қараймыз? Яғни мына жақтағы свечаның түсіне қараймыз да. Бұл жақтағы свечаның түсі қандай? Жасыл, значит бізде жоғары жақ бізде цель болады. Вот. И бізде баға сәл жоғары қарай өсіп, қазір төменге қарай кетіп қалды. Хорошо. Мына енді бізде явно ликвидностьті жоғары жақтағы шешпеген, яғни цельді орындамады. Хорошо. Бізде мына сделкамыз уже минус болып жабылды. Қызыл свеча болып ашылдық. Так, төменде екі догон сделка ашқым келіп отыр. Біз әлі де қазір мына жақтағы жасыл свечаның ішінде тұрмыз. И бізде осы боковиктің ішінде қызыл свеча просто қалыптасып қойды. И получается, бұл бізде ББТ бойынша ешқандай ликвидность шешіп тұрған жоқ. И свечаның цветі қандай? Қызыл ма? Значит, біз төменгі жаққа қарай ориентир қойып, сол жаққа қарай барғанын бағаның күтетін боламыз. И 40 секундтың ішінде баға төменге қарай түсуі керек. И заодно бізде астың жақта равный лай, то есть бірнеше ликвидностьтар қалып кеткенін көріп тұрсыңдар. Баға сол жердегі ликвидностьке қарай бару керек. Даже ол да шықпаса, онда бізде тағы да жоғары қарай сделка ашуға мәжбүр болатын боламыз. Но бірақ енді, скорее всего, бізде баға төменге қарай түсетін секілді. Көрейік. Да, получается, бізде, возможно, сложный боковик қалыптасып жатқан сияқты. Ол бізде бір үлкен свечаның ішінде ешқандай ликвидность шешпеген кіші свечалардың пайда болуын айтады. 4 секунд қалды. 3, 2, 1. Получается, так и есть. Бізде сложный боковик шықты. Хорошо, 400-ке дейін көтереміз сумманы. И бізде 1, 2 сделка жоғары қарай ашамыз. Бізде өздерің көріп тұрғанда мынау жасыл свеча тоже бізде ешқандай ликвидностьпен жұмыс жасамады. Енді бізде келесі целіміз жоғары жақтағы хай. И біз қараңдар, мына жақтағы жасыл свечаның ішінде тұрмыз. И бұның ішінде бізде мына қызыл свеча бар, который бізде ешқандай ликвидность шешпеген. И оның ішінде бізде мынау жасыл бар. Көрдіңдер ғой, бізде сложный боковик қалыптасып жатыр. Бізде бірінші астың жақтағы ликвидностьке келді, но это не имеет значения. Бізде по-любому астың жақтағын шешкеннен кейін жоғары жақтағы ликвидностьке қарай бару керек. И соның арқасында бізде в целом жоғары қарай кетуіміз керек. Да, кішкене затягиваемся, но все нормально. Ликвидность до конца сбривать етемін деп шешті. Но біз үлгеруіміз керек. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Получается, ол да болмады. Хорошо. Біз 200-ден бастадық. 2 сделкамыз дагон. 400-ден 2 сделка тоже дагон шықпады. Получается, біз рисковать етуіміз керек енді, чтобы бұл қиын ситуациядан шығу үшін. Макс деп барлығын қоямыз. Қайтадан бізге көмектесетін стратегиямызға қысқа уақыттағы кіреміз. 15 секунд тайфреймді ашамын. Так, бізде $3001 еді шотымыз. Соған дейін енді жұмыс жасау керек болып тұр. Так, уақытты бізде 3 секундқа қоямыз. Сумма бізде өздерің көріп тұрғандай максимальная. Енді бағанағы қолданып жатқан нәрсемізді осы жақтарда істейміз, бірақ бұл жерде енді разницасы қысқа уақыт. Ал енді кірісетін боламыз. Басқа валютная параға ауысамыз. Да, менің ошибкам бұл жерде, конечно же, мойындаймын. Бір валютная парада ұзақ қалып кеткенім болды. Дагон сделкамды $400, басқа валютная парада ашуым керек еді. Сол кезде более или менее мен дұрыс шешім қабылдап, дұрыс жерден кіре алуға мүмкіндігім болатын еді. Және де падающий ситуацияны табуға менде возможность болатын еді. Ну хорошо, бұл жерде енді өзімнің қателігімді конкретно мойындаймын. Мына жақтағы бізде даже осы сделкада бізде минус болып жабылғаннан кейін мен сразу же басқа параға кіріп, сол жерден дагон сделка ашуым керек еді. Сол вообще зор болатын еді.
Вот бір парада менің қалып кеткенім енді менің ошибкам болып қалғанына енді мен енді бұл жерден мойындаймын. Хорошо. Так, лонговый болыпты бізде. Жоғары сделка ашып қала салу керек еді. Хорошо. Бұл жерде енді сәл неуверен болып қалдым. Дайындалайық. Бізде лонговый болыпты. Свеча ашылады, төменге қарай кетеді, жоғары сделка ашамын. Вот. Қиын ештеңкесі жоқ. Да. Біздің ББТ бойынша целіміз мына жақтағы бізде денемен өтіп жабылды, и біздің целіміз мынау болды. И осыған дейін бізде барып берді. И көріп тұрғандарыңдай біз рисковать ету арқылы бағанағы суммамызға қайтып кеттік. И енді қазір до конца обновить етеміз и көреміз, короче. Біз плюстеміз бе әлде минустамыз ба? Просто бір ғана сделкамен минус болған ақшалардың барлығын қайтарып алып, оның үстіне табыс таба алдым деп ойлаймын. Қазір көреміз. Бізде общий бүгінге қазірге 1, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сделка ашылды. И біздің статистикамыздың ішінде ол шығып тұру керек. И бізде қанша прибыль болды, соны көреміз тоже. Так, міне 9 сделка. И бізде өздерің көріп тұрғандай қазіргі торговлямызда істеген $406 плюс атыр екенбіз. Рисковать еткеніміздің арқасында біз $406 табыс таптық. И получается біз 3000 бірдеңе доллармен бастадық, иә? Так, соңғы кешегі мен біздің Telegram каналға жіберген балансты көретін болсақ, сол жерде бізде в целом барлығы ясно болып тұр. Так, кеше мен трейдердің күнделігіне жібердім. Так, кеше бізде шотымыз $3013 болған екен. Хорошо. Біз сонда бүгін видеоны $3013 бастасақ, бізде қазір енді $406 прибыль болып тұрған, енді ол жақсы екен. И бұл бізде теңгемен қазір қанша болатынын көріп жібереміз. Конечно, енді кішкене өзімнің қателігімнің арқасында оны кейін айтамыз. Пока көрейік қанша тапқанымызды бізде. 197 000 теңге таза пайда тапқан екенбіз қазір біз. Және де $406 шотымызға прибавка қосқан екенбіз. Конечно, енді рисковать еттік. Минустар да болып қалды. Енді оларды енді өзімнің қателігім арқасында болды. Қателігім неде екендігін сендерге жақсылап тұрып айтамын. Және де командаларға обязательно құлақтарына алтын сырға. Бұл ошибканы өзім де жасадым. Жасама деп айтып жүріп, біздің командада бір-екі жігіттер жасаған ол ошибканы. Ол бізде бір валютная парада, яғни бір парада көп торговля істеп қою. Яғни овертрейдинг тек қана бір парада. Егер догон сделка ашсаңдар, басқа параға лучше ауысқан дұрысырақ болады. Сол кезде сендер дұрысырақ жерде дұрысырақ сделкаға кіру сендерде мүмкіндігі болады. Ну енді ошибкамды мойындаймын. В целом, и сендерге де ол бір жағынан сабақ болсын. Но көріп тұрғандарыңдай бізде 3 секундтық стратегиямызбен не қылдық, рисковать етіп минус ақшамызды қайтарып алдық. Және де жақтардағы минустардың барлығын бізде жаптық та оның үстіне $400 плюс жасадық. Вот. Негізі керемет торговля болды. И өзімнің қатемді түсіну арқылы және де осы қатемді осы видеоның ішінде орындап бердім. Осындай енді қысқа уақытта 3 секундпен торговля жасауға мәжбүр болдым, және де оның маған пайдасы өздерің көріп тұрған тиді. Осы жақтағы жасаған бізде стратегиямыз не? Ол жақтағы 3 секундта қысқа уақыттағы жасаған стратегиямыз не? Барлығы бірдей. Өздерің білетіндей тағы да қайталап айтамын. Бүкіл жерде, бүкіл валютная парада, бүкіл активтерде, даже биткоинда да, криптовалюталарда да, акцияларда да тура осылай жұмыс жасайтын болады біздің стратегиямыз. Бұл стратегияны тереңірек үйрену үшін, бұл стратегияға тереңірек доступ алу үшін әрине сендердің командаға кіргендерің дұрыс болады. Бірақ енді бұның базасын сендер үйренуге тегін мүмкіндіктерің бар. Бірақ сендер командаға да тегін кіре аласыңдар, соны да ескеру керек. Но вообще опыттарың трейдингте болмаса, тегін сабақты қарап шықсаңдар болады. Біздің описаниеден Telegram каналға кірсеңдер, сол жерде закреплен сообщение болады. Соған басатын болсаңдар, сендерде шаблон бар. Яғни не істеу керек, нені қай жақтан бастап, поэтапно үйрену керек, сол жайлы ақпаратты мен салып қойғанмын. Соны қарап, көріп шықсаңдар, плюс-минус сендерде осындай біздің стратегиямыз бойынша түсініктер, и жалпы осы трейдинг саласы бойынша түсініктер, и новичокқа трейдинг бойынша нені білу керек, сол ақпараттың барлығы айтылған. Солармен танысып шыққаннан кейін уже сендер практика жасап табыс таба берсеңдер уже болады. Ал енді уақыттарыңды құртқыларың келмесе, бірден уже табысқа шыққыларың келсе, командаға қосылуды сендерге ұсынатын боламын. Әзірше бізде все. Енді 197 000 теңгеде өте керемет біздің табыс. При этом бізде қазір трейдинг істеп жатқанымызға уже 14 минут болды. 14 минуттың ішінде өте керемет табыс болды деп ойлаймын. Конечно же, енді рисковать еттік, минустарда болдық, ничего страшного, трейдинг болған екен, ондай болып тұрады. Әзірше все. Баршаларыңа рахмет, сендермен бірге Фастмани Форекс әлі де жүздесетін боламыз. Сау болыңдар.